Сәлем достар. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз есеке айнымалысы бар өрнектер құру деген тақырыпты өтеміз. Бірінші теңдеуге назар аударайық. Мен сендерге екі теңдеуді көрсетемін, қалғандарын өздерің шығарасыңдар. Екі теңдеудің жауабы біз мына жерде мынаны жазып аламыз. 38-50-дің көбейтісі 1900 болады. X'тен 1900-ді бөлеміз, 76-ға тең болады 25. 76-25-тен болады 38 пен 50-дің көбейтісі 1900-тен 1900. Ал мына жерде біз мына жазып аламыз. 480 теңі. Онымен X'тің көбейтіндісі тең болады. 480 бөлімге 12. 10-ды көбейтеміз. X'ке тең болады. 40. 480 мен 12-дің бөлгенде 40 шығады. X'тен 40-ты 10-ға бөлеміз. Міне тұрған. Және де 4 жағады. 12 көбейтілген 4 қосылған 9 көбейтілген 4 тен 480. 480 тен 480. Есеп шықты. Екінші мысалға назар аударайық. Тапсырманы орындар. Бұл екінші мысалдың жауабы. Ал бұл жерде бір барқыт гүлдің бағасы Д теңге. Ол бір раушан гүлдің бағасы Д қосылған 30. 5 барқыт гүлдің бағасы 5 Д. 5 бәтінің көбейтіндісі. Ал 3 раушан гүлдің бағасы 3 қосылған Д көбейтілген 3. 5 барқыт гүл мен 3 барқыт раушан гүлдің бағасы осылай болады. Ал жақсы жазып алыңыздар. Есеп шықты. Үшінші мысал. Өрнек қор. Тапсырманы орында. Жұптық жұмыс. Аса кәсіпорын телескоп шығару үшін 9 миллион теңге жұмсауы тиіс. Жаңартылған технологиядан кейін бір телескоптың бағасы 30 мың теңгеге төмендеді. Жаңартылған телескопияның бойынша бір телескоп әзірлеу үшін кәсіпорын қанша теңге жұмсайтын болды? N-тен 50 әріптің мәнін қойып есептейміз. Үшінші мысал жауабы. Біз N-іміз міне 9 миллионды N-ге бөлеміз. Азайтылған 30 мың. Біздің N-іміз 50-ге тең болды. 9 миллионды 50-ге бөліп, 30-ны азайтамыз 150 мың. Жауабы 150 мың теңге жұмсайды. Есеп шықты. Үшінші мысал әсі. Кәсіпорын жаңартылған технология бойынша осы ақшаға қанша бұйым шығара алады? Есептің сұрағына жауап бере алатындай өрнек қор. Әсі есеп шықты. 9 миллионда бөлеміз 150 мыңға. Тең болады 60. X'тен 60. Осылай өрнек қорға болады. Есеп шықты. Бысы 138-ге қосамыз. N-ді азайтыламыз 34-ді. Өрнегі бойынша есеп құрастыр. Егер M тең 58 болса, өрнегі мәні қанша болады? Шығарамыз. Ал сендер басқа жағып істейсіңдер болады. Мен басқа жағып істеймін. Кәсіпорын N-дана маска шығарады. Маска құны 138 теңге. Көп қолданылатындықтан жалпы маска құны 124 теңгеге төмендеді деп жазсақ болады. Рахмет. Төртінші мысал. Қос теңсіздіктер және екі теңсіздікті алмастырамыз. Қос теңсіздіктер жиыны сан аралығына белгілер және шешімдер және фигураны жақшаның көмегімен жаз. Шығарамыз. 185 X-тан кіші, 192 X-тан үлкен. Ал бұны екі
физика теңсіздікпен алмастырдық. Және де сан сәулесі арқылы көрсеттік және жақшалы өрнекпен де істедік. Жақсы. Келесі 521 x 521-ден үлкен 530-дан кіші деп атаймыз. Сан сәулесін сыздық. Біз сан сәулесіне 121-ден 530-ға дейін жазамыз. 530-ға дейін жазамыз. Ал оны жақшалы өрнекпен көрсетеміз. Мінекей жақшалы өрнекпен көрсеттік. Енді бұл жерде 122-ден 129-ға дейін жазамыз. Есеп шықты. 5-ші мысал. Аса ғарыш туралы экспедиция атымен әз бет бар. Әлия кітаптың 8-ден 1 бөлігін оқыды. Оқылмаған неше беті қалды? Шығарамыз. 5-ші есеп. С бетіміз болды. Оқыды 8-ден 1 бөлігін, қалғаны 8-де 7 бөлігі болады. Жауабы оқылмаған 8-де 7 бөлігі қалды. Есіне назар аударамыз. Кітап дүкенде әрқайсысына ән кітап бар. 9 қорап әкелінді, оның 4 қорабы сатылды. Сатылмаған неше кітап қалды? Шығарамыз. 9 қорап әрқайсысына ән кітап бар. Барлығы 9 ән. 9 қорап сатылды. Мына жерде 9 кітап сатылды. 4 қорап сатылды. 4-ті бұлай шешуі 9 әннен 4 әнді азайтамыз тен болады. 5 ән. Жауабы 5 қорап әрқайсысына ән кітап. 5 ән кітап қалды. Алтыншы мысал. Оқимыз. Оқитын болсақ. Қазіргі кезде күнтізбесінде жүздеген мың астролог белгісі 2014 жылдың 1 сәуіріндегі минор Платтер кентер мәліметтер бойынша 729.626 ергежейлі ғаламшар, оған қоса 2016 жылы ішінде 47.34 ергежейлі дене табылған. Енді осыны шығарып көрейік. Арғарай өздерін оқисыңдар. Мәтінде қанша әртүрлі сандар кездесті? Мұны үлкен сандарды теріп жазылуды күннің ретіне қайта көшіріп жазып. Есепті шығарамыз. 6-ші мысал шықты. Маңнан үлкен сандар 2017 және 729.626, 2016 47.34, 739.062, 496.915, 19.110.190, 1.900.000, 9.754.909 және 2006. Біз осыларды кембір ретінде жазамыз. Кембір реті осында болады. 7-ші мысалды бірге шығарайық. Бұл жерде балалар. Бұл жерде 136-ны қосса 136, 136-ны азайтса 64. Ал 136-ны 64 көбейткенде, мына жерде көбейту болады. Көбейткенде 8704 шығады. Келесте сондай. Жазамыз. Есеп шықты. 8-ші мысал. Нұрлан былай деді. Алдыңғы күні менің жасым 9-да болатын. Алдағы жылы мен 12-ге толамын. Нұрлан қай күні дүниеге келген? Бірге шығарайық. Алдыңғы күні Нұрлан 9-да болатын, алдыңғы жылы 12-де толды. Жауабы 31-ші желтоқсан күні оның туған күні болды. Ал себебі алдыңғы күні дегені 30-ші желтоқсан, Нұрланның жасы 9-да болатын. Келесі күні 31-ші желтоқсанда 10-ға толды. Одан кейін осы жылы 11-ге толады. Алдағы жылы 12-де толады. Есеп шықты. 9-ші мысал үй тапсырмасы. Бәріміз жазамыз.